Сәлем қыздар, сіздермен керемет болып шығатын маркап жасалатын жасаймыз. Ендеше бізге керек сәбіз, приправа, кориандр, қарабұрыш, сарымсақ, жуа, сірке суы қажет. Мінекей қыздар, ендеше сәбізімізді бірінші үккіштен өткізіп аламыз. Міне қараңыздар. Дәл осындай қалыңдықта болып шығу керек. Барлығын дәл осылай өткізіп аламыз. Барынша ұзын болғаны дұрыс қыздар. Мінекей, міне барлығын өткізіп болдым. Енді бір қасық тұз саламыз ас қасықпен. Міне шай қасықпен бір қасық қарабұрыш, приправа, сосын кориандр. Қыздар, барлығын көз мөлшерімен салдым. Енді қыздар, бұны шетке аламыз да жуамызды ұсақтап тураймыз. Міне табамызға майымызды құйып, қызыған соң міне жуамызды қуырып аламыз. Жуамыз қызыл түске енгенше қуырамыз қыздар. Міне қыздар, дайын. Дәл осы ыстық майымызбен жуамызды сәбіздің үстіне саламыз. Міне. Енді үккіштен қыздар сарымсақ. 3 дана сарымсағымызды өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болдық. Енді міне сірке суын кіші қасықпен, шай қасықпен толтырмай құямыз. Міне қыздар, енді жақсылап араластырамыз барлығын. Қатты мыжудың қажеті жоқ. Ақырындап барлығын араластырып аламыз. Барлығы бірігіп, жақсылап араласқанша, міне қыздар. Қыздар, енді мен өз қалауыммен укроп қосқым келді. Ол болмаса, оны қосудың да қажеті жоқ негізі. Мінекей, укроп, кішкене ғана укропты ұсақтап турап араластырдым. Міне қыздар, міне дәл осындай керемет болып шығады. Қыздар, 20-30 минут тоңазытқышқа біраз қойсаңыздар, өте керемет болады.